Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы 5-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 5-6 сабағымыздың тақырыбы төрттілік деп аталады. Ой төрткі. Бірінші сұрақ: қазақ халқының өміріндегі төрттіліктің рөлі қандай дейді. Қазақ халқы мал шаруашылығымен айналысқан халық, иә? Төрттілік малдың рөлі ерекше маңызға ие болған. Мал шаруашылығы ата-бабаларымыздың негізгі күнкөріс көзі болды. Төрттілік тек азық түлік көзі емес, сонымен қатар мінсе көлігі болған, ішсе сусыны, кисе киімі, тұтынса бұйымы ретінде пайдаланған. Малға байланысты көптеген салт дәстүрлер қалыптасқан. Мал басының көп болуы байлық пен молшылықтың белгісі саналған. Мінекей қазақ халқының өміріндегі төрттіліктің рөлі осындай ерекше маңызға ие болған. Келесі екінші сұрақ: төрттілік туралы қандай мақал-мәтелдерді білесің дейді. Төрттілік туралы көптеген мақал-мәтелдер бар, иә? Оның ішінде құнан атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер деген мақал бар. Қойдың сүті қорғасын, ер қанаты ат, жақсы ат жанға серік, жақсы ит малға серік. Бір қозы туса, бір түп жусан артық өсер. Бір бие үйдікі, екі бие елдікі. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдалым. Бірінші тапсырмада интернеттен жануарлар әлемі деген видео хостингке кіріп, айтылған ақпараттарды есіңе сақта дейді. Бізде мынадай ақпараттарды есімізге сақтап алдық. Кенгуру бір секіргенде 10 метрге дейін секіреді. Артқа қарай жүре алмайды. Бүрге де секіреді, олар 350 шақырымға секіре алады. Су сіркесі 3 сағаттай су бетінде қалқып жүзеді. Мұхит кесірткесі су астында демалмастан жарты сағат тұра алады. Келесі жылқыда бір айға дейін тізе бүкпей тұрып алатын шыдамдылығы бар. Келесі айтылым. Екінші тапсырмада тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ: қандай жануарлар туралы естідің? Мен қатты және ұзақ секіретін, су астында және су үстінде ұзақ тұра алатын жануарлар жайлы естідім. Екінші сұрақ: үй жануарларының біз білмейтін қандай қасиеттері бар екен? Үй жануарларының ішінен жылқы бір ай тізесін бүкпей шыдай алады екен. Үй жануарларының ішінен жылқыда біз білмейтін осындай қасиеті бар екен. Келесі айтылым. Үшінші тапсырма: кім білгір? Топқа бөлініп, үй жануарлары туралы мақал-мәтелдерді еске түсіріңдер. Қай топ көбірек айтса, сол топ жеңіп шығады. Бізде екі топқа бөлініп, екі топ бойынша қайсысы көп мақал-мәтел айтады, сол топ жеңіске жететін болады. Оқушылар осы мақал-мәтелдерді жаттап алып, топта жарысып көріңдер. Бұл жерде бірінші топ жеңіске жетеді, себебі олар көп мақал-мәтел айтты. Ал екінші топтың мақал-мәтел айту жарысы бойынша олар жеңіліске ұшырады. Жеңіске жету үшін көп мақал-мәтелді жаттап айту қажет. Келесі бізде оқылым берілген. Төртінші тапсырмада мәтінді оқып шық. Мәтіндегі көтерілген мәселелерді анықта, төрттіліктің атауларын есіңе сақта дейді. Қазақ ежелден мал шаруашылығымен айналысқан халық. Мінсе көлігі, ішсе сусыны, жесе тамағы, кисе киімі, тұтынса бұйымы, байлық, мақтаны мен салтанаты да осы мал болған. Қасиетті төрттілікке қатысты ұлтымыздың ұғымдары мен түсініктері бар. Мысалы, түйені өсу жолымен бота, тайлақ, буыршын, буырлыш, нарша, бұзбаша, інген, атан, бура деп атайды. Түйені қасиетіне қарай бір туған, бек патша, мая, желмая, құл патша, нар, аруана, жампос, қоспақ, бал қоспақ, мырза қоспақ, үлек деп бөледі. Қазақ үшін ең құнды қасиетті мал ол жылқы. Оны жасына, түріне қарай құлын, жабағы, тай, құнан, байтал, сойтал, дөнен, қулық, бесті, бие, ат, сәурік, айғыр деп ажыратады. Бұрынғы ел қорғаған батырлар жылқы ішіндегі таңдауларын жорға, су жорға, жүйрік, тұлпар, қазанат, сәйгүлік, назбедеу, дүлділ, арғымақ деп сипаттап, ерекше дәріптеген. Ауыз әдебиеті туындыларында жылқыға тіл бітіріп, батырдың жан серігі деп бағалаған. Халық сиырды жасына қарай құнажын, дөнежін, сиыр, бұзау, баспақ, торпақ, тана, тайынша, қашар, өгіз, бұқа деп атайды.
Қойды түріне және жасына қарай қозы, марқа, тоқты, бағлан, тұсақ, азбан, ісек, ақауыз, қошқар, саулық деп бөледі. Ал ешкіні лақ, туша, бөрте, шыбыш, серке деп жіктейді. Малдың қадір қасиетін тәжірибелі халқымыз түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп бағалаған. Бұл қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары кітабынан алынған болатын. Енді осы мәтіндегі көтерілген мәселелерді анықта дейді. Ол бізде қасиетті 4 түлік малға қатысты ұғымдар мен түсініктер. Келесі 4 түліктің атауларын есіне сақта дейді. 4 түліктің атаулары олар жылқы, түйе, сиыр, қой. Мінекей осы атауларды есімізге сақтап алайық. Келесі бізде тілдік бағдар берілген көп мағыналы және амоним сөздердің мағынасын түсінетін боламыз. Сөздің екі не одан да көп мағынаға ие болуын сөздің көп мағыналылығы дейміз. Көп мағыналы сөздер бір негізден таралады да бір сөздің табына қатысты болады. Мысалы, бас. Бұл зат есімге жатады. Оның бірінші мағынасы адамның, хайуанаттың, жәндіктің дене мүшесін айтады. Ал екінші мағынасы шөптің, ағаштың ең жоғарғы жағын айтамыз. Үшінші мағынасы таудың ең үсті және төбесін айтамыз. Ал төртінші мағынасы бас деп біз өзеннің, бұлақтың басталған жерін айтамыз. Бесінші мағынасы таяқтың ұшын біз таяқтың басы деп айтамыз. Келесі алтыншы мағынасы балтаның, шоттың жүзі бар жағын айтамыз. Жетінші мағынасы бір нәрсенің айналасын біз бас деп айтамыз. Мінекей, оқушылар осы бас деген сөздің мағынасы, яғни әр заттың ең басалатын жағын басы деп айтқандықтан бұл көп мағыналыға ие болады. Сонымен сөздің қолданылу аясының өзгеруі, яғни бір саладан басқа бір салаға ауысуы оның мағынасының өзгеруіне әсер етеді. Яғни барлығы да бір мағынаны білдіріп тұрады. Мысалы, адамның басы, шөптің басы, өзеннің басы, таудың басы деп айтамыз. Барлығы да бір саладан екінші салаға өзгеріп тұр. Келесі біркелкі дыбысталып айтылатын, бірақ мағынасы басқа сөздердің тобын амонимдер дейміз. Амонимдер мағыналары жағынан бір-біріне соншалықты алшақ болады да, кейде бір сөз табына, кейде әр басқа сөз табына да қатысты болып дараланып тұрады. Мысалы, қара деген сөз. Бұл амонимге жатады. Оның бірінші мағынасы қара шаш. Заттың түсін білдіретін сындық мағыналы сөз. Яғни заттың түсін білдіріп тұр. Ал екінші мағынасы тақтаға қара. Қимыл әрекетті білдіретін етістік. Мінекей біреуі заттың сындық мағынасын білдірсе, екіншісі қимыл әрекетті білдіретін етістікке жатады. Келесі, мысалы, айт деген сөз. Бірінші мағынасы айт болды, яғни діни мейрамды айтамыз. Ал екінші мағынасы ән айт деп айтамыз, яғни қимыл мағынасындағы сөйлеу, деуді айтады. Ал үшінші мағынасы айт, итті бір нәрсеге айтақтап қосу үшін айтылатын одағай сөз. Мінекей, оқушылар көп мағыналы сөздер мен амоним сөздердің айырмашылығы осында екі түрлі болады. Келесі бізде жазылым 5-ші тапсырмада төмендегі сөздердің көп мағыналы және амонимдік тіркесін құра дейді. Бізде сөздер берілген, ол сөздер қала, түс, көз, илеу, қанат және құлақ деген сөздер. Енді осы сөздердің қайсысы амонимдік, қайсысы көп мағыналы тіркеске жататынын анықтаймыз. Қала дегеніміз бұл амонимге жатады, себебі бас қала деп айтамыз, ол мекенді білдіреді. Ал екінші мағынасы іргесін қала. Мысалы, кірпішті қала, іргесін қала іс-әрекетті білдіреді. Келесі үшінші мағынасы сен қала тұр. Бұл іс-әрекетті білдіреді, яғни сен кідіре тұр, сен қала тұр деген мағынаны білдіреді. Келесі түс дегеніміз бұл амонимдік тіркеске жатады. Оның бірінші мағынасы түс көру, яғни ұйықтағандай көретін түсті айтады. Екінші мағынасы қызыл түс, ақ түс деп, яғни түстің атауын айтамыз. Үшінші мағынасы баспалдақпен түс, яғни іс-әрекетті білдіреді. Немесе жоғарыдан түс, баспалдақпен түс деп жатамыз. Келесі көз дегеніміз бұл көп мағыналы тіркеске жатады. Себебі адамның көзі бұл дене мүшеге қатысты айтамыз. Дәл сондай сияқты адамның көзі қандай маңызды болса, дәл сондай сияқты бұлақтың көзі деп жатамыз, білімнің көзі, істің көзі, иненің көзі. Бұл сөздердің барлығы мағыналы тіркеске жатады. Келесі илеу сөзі бұл амоним тіркеске жатады. Себебі қамырды илеу дейміз, бұл іс-әрекетті білдіреді. Екінші құмырсқаның илеуін айтамыз.
Келесі сөз қанат деген сөз. Бұл қанат деген сөз көп мағыналы тіркеске жатады. Бірінші мағынасы құстың қанатын айтамыз, иә? Екінші мағынасы киіз үйдің қанатын айтамыз. Бұл киіз үйдің қанаты, құстың қанаты қандай қажет болса, киіз үйдің қанаты да дәл сондай маңызды деген мағынаны, көп мағыналы сөзді білдіреді. Келесі құлақ дегеніміз адамның құлағы, яғни дене мүшесіне қатысты айтылатын сөз айтады. Екінші мағынасы домбыраның құлағы. Мінекей бұл сөзде көп мағыналы тіркеске жатады. Келесі айтылым. 6-шы тапсырмада мәтіндегі түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деген тіркестердің қандай мағынада қолданылып тұрғанын түсіндір дейді. Түйе салтанат дегеніміз түйе көшпелі өмірде ерекше орын алған. Ол ұзақ сапарлар мен үлкен жүк тасу үшін пайдаланылған. Сондықтан халқымызда түйе байлықтың, сән салтанаттың, көркемдіктің нышаны екенін білдіреді. Жылқы мақтан дегеннің мағынасы, жылқы қазақ үшін ерекше мақтаныш саналады. Ат ердің қанаты дегендей батырлар үшін тұлпар міну мәртебе болған. Келесі сиыр қанағат дегеніміз сиырдың сүті мол және күнделікті тағам көзі болғандықтан, оны берекенің, қанағаттың белгісі ретінде бағалаған. Қой қазына дегеніміз қой малы қазақ халқында молшылықтың нышаны саналады. Оның бізге берері көп, жүні, еті бәрі де кәдеге жарағандықтан қойды қазынаға теңеген. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазылым. 7-ші тапсырмада оқылым мәтіндегі амоним сөздерді тауып талда дейді. Біздегі амонимдік сөздер мыналар. Тамақ адамның дене мүшесін айтады. Екінші мағынасы тамақ дегеніміз ауқат, асты айтамыз, иә? Келесі сөз мая. Бұл үйілген шөпті айтады. Екінші мағынасы мая дегеніміз ол түйенің бір түрі, иә? Келесі үшінші амонимдік сөздер ол жас. Бұл адамның, жануардың жасын айтады. Ал екінші жас дегеніміз көздің жасын айтады. Келесі қой. Бұл жануардың, яғни 4 түлік малдың түрі. Екінші мағынасы қой дегеніміз кітапты орнына қой. Келесі бізде айтылым. 8-ші тапсырмада кімнің жады мықты деген ойын түрінде тапсырма берілген. 4 түліктің атауларын топқа бөлініп жатқа айтыңдар. Қай топ қателеспей толық айтса, сол жеңеді. Бізде мәтінде берілген 4 түліктің атаулары бар, иә? Бірінші түйені өсу жолымен бота, тайлақ, буыршын, буырлыш, нарша, бұзбаша, інген, атан, бура деп атайды екен. Ал қасиетіне қарай бір туған, бек патша, мая, желмая, құл патша, нар, аруана, жампыз, қоспақ, бал қоспақ, мырза қоспақ, үлек деп бөледі. Осылай жаңылыспай, қателеспей толық айтқан топ жеңіске жететін болады. Сондықтан біз 4 түліктің атауларын жатқа айтуымыз қажет. Келесі жылқы жасына қарай құлын, жабағы, тай, құнан, байтал, сойтал, дөнен, құлық, бесі, бие, ат, сәурік, айғыр деп ажыратады. Ал жылқыны таңдауларын жорға, су жорға, жүйрік, тұлпар, қазанат, сәйгүлік, наз бедеу, дүлділ, арғымақ деп сипаттаған. Ал сиырды жасына қарай құнажын, дөнежін, сиыр, бұзау, баспақ, торпақ, тана, тайынша, қашар, өгіз, бұқа деп атайды. Ал қойды түріне және жасына қарай қозы, марқа, тоқты, бағлан, тұсақ, азбан, ізек, ақауыз, қошқар, саулық деп бөледі. Ешкіні лақ, туша, бөрте, шыбыш, серке деп жіктейді. Мінекей оқушылар осы берілген 4 түлік малдардың атауларын толық жаттап алсақ, біз қателеспей айтып берсек, онда жеңіске жететін боламыз, иә? Сондықтан да міндетті түрде жаттап алғандарың жөн болады. Әрі қарай жазылым. 9-шы тапсырмада халық ұғымында әр малдың иесі, пірі бар. Әр малды өзінше шақырады. Осыларға байланысты атаулар мен сөздерді кестеге салып толтыр. Бізде 4 түліктің түрі берілген, ол түйе, жылқы, сиыр, қой және ешкі. Бұл малдардың өзінің иесі, пірі бар. Түйенікін ойсыл қара деп атайды. Жылқыныкін қамбар ата деп атайды. Сиырдікін зеңгі баба, қойдікі шопан ата, ешкінікі сексек ата деп атайды. Және бұл малдарды өзінше шақыруға болады. Түйені көз-көз деп шақырады. Жылқыны моқ-моқ немесе құрау-құрау деп шақырады. Сиырды аухау-аухау деп шақырады. Ал қойды пұшайт-пұшайт, ешкіні шөре-шөре деп шақырады. Өлеңдерде шөре-шөре лағым деп айтатын өлең бар, сондағы шөре-шөре деген осы ешкі лақтарды шақыру түрі. Келесі жазылым. 10-шы тапсырмада ауыз әдебиетіндегі кейіпкерлердің жан серігі болған тұлпарларға мінездеме бер дейді. Тарлан ат,
Ер тарғынның тұлпары. Ол шапшандығымен және иесіне адалдылығымен ерекшеленеді. Ер тарғын жорықта тек осы тұлпарына сенген. Келесі тұлпар Байшұбар деп аталады. Байшұбар Алпамыс батырдың тұлпары. Байшұбар өте төзімді әрі жүйрік ат ретінде сипатталады. Ол иесін қауіп-қатерден құтқарып, ұзақ жолдарды еңсере алған. Одан кейін Тайбурыл деген тұлпар бар. Тайбурыл деген тұлпар Қобланды батырдың тұлпары. Жауға шапқанда батырға сенімді серік болып, жауынгер рухын күшейткен. Сонымен қатар Керқұла деген тұлпар да бар. Ол Кендебай батырдың өте мықты, күшті тұлпары болған. Керқұла қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс тістеген ерен жүйрік, нағыз дос, ақылды арғымақ болған. Ауыз әдебиетіндегі тұлпарлар батырлардың сенімді серігі, ерліктің және батырлықтың символы ретінде бейнеленеді. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазылым 11-ші тапсырмада 4 түліктің жасына қатысты атауларды қос жазба күнделігіне жазып шық. Қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары кітабын пайдалан. Бізде 4 түліктің жасына қатысты атаулар жабағы, құнан, тайлақ, бағлан, тоқты деген 4 түлік берілген. Осыларға түсініктеме беретін болсақ, жабағы 5-6 айлық ересек құлын дейді. Ал құнан дегеніміз 3 жасар жылқыны айтады. Тайлақ 2 жастан асқан түйе төлін тайлақ дейді екенбіз. Келесі бағлан дегеніміз ол ерте туып, ерте жетілген қозы немесе марқаның семізін айтады екен. Келесі тоқты жасы 6 айдан асқан қой төлін тоқты дейді екенбіз. Мінекей оқушылар осыны қос жазба күнделігіне әдемілеп жазып шығамыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Ой таразы. Жазылым 12-ші тапсырмада 5 саусақ тәсілі арқылы сұрақтарға жауап жаз дейді. Бас бармақ басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды? Бүгінгі сабақтағы ең құнды мәселе 4 түлік мал туралы болды. Келесі балаң үйрек бірлесу. Мен топта, жұпта қалай жұмыс жасадым, кімге көмек бердім? Мен топта жақсы жұмыс жасадым, сыныптастармен ой бөлістім, сыныптастарыма көмек бердім. Келесі ортан терек ойлану. Мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым? Мен бүгін 4 түлік малдың адамның өміріндегі маңызды рөл атқаратынын білдім. Олардың қадірін, қасиеттерін білдім. Келесі шылдыр шүмек шынайылық. Маған сабақ ұнады ма? Неліктен? Сабақ ұнады, себебі мен жануарлар туралы біраз ақпарат білдім. Келесі 5-ші саусақ кішкентай бөбек көңіл күй ахуалы. Мен өзімді сабақта қалай сезіндім? Мен өзімді сабақта керемет сезіндім. Мінекей осылай сұрақтарға жауап жазып шығамыз. Осымен біздің бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.